Сабақтың тақырыбы: деректерді талдау, деректерді басқару. Сабақтың мақсаты: деректерді түсіну. Студенттер деректердің не екенін, олардың түрлерін және деректердің маңыздылығын түсінеді. Деректерді жинау әдістері мен құралдарын үйрену. Бұл кезеңде студенттер деректерді қалай жинау, сақтау және басқару керектігін меңгереді. Деректерді талдау. Студенттер деректерді талдау әдістерін статистикалық талдау, визуализация, машиналық оқытуды үйренеді. Бұл кезеңде олар деректерден ақпарат алу, трендтерді анықтау және шешімдер қабылдау үшін деректерді қалай пайдалану керектігін түсінеді. Деректерді визуализациялау, деректерді графикалық түрде көрсету әдістерін үйрену. Студенттер деректерді визуализациялау арқылы ақпаратты тиімді жеткізу әдістерін меңгереді. Деректерді қорғау, деректердің қауіпсіздігі мен құпиялылығын сақтау мәселелері. Студенттер деректерді қорғау заңдары мен этикалық нормаларын түсінеді. Деректердің талдау негіздері. Деректерді талдау пайдалы ақпаратты табуға, анықтамалар мен шешім қабылдауды қолдауға арналған деректерді тексеру, тазалау, түрлендіру және модельдік процесс. Деректерді пайдалану түрлі атаулар мен әртүрлі әдістерді қамтитын және бір уақытта бизнес, ғылым және әлеуметтік ғылымдардың түрлі салаларында қолданылатын бірнеше аспектілер мен тәсілдерді қамтиды. Деректер талдауы әртүрлі көздерден, мысалы форумдар, электрондық хаттар, емтихан журналдарды, электронды оқыту жүйелеріндегі чат журналдары, шикізаттың деректерді жинақтау, жемісті үлгілер мен қарым-қатынастарды анықтау үшін пайдалануы мүмкін. Зерттеу визуализациясы аналитикалық деректерді талдауды пайдаланады. Мүмкін белгісіз қатынастарды немесе кем дегенде формальды түрде тұжырымдамалады. Қайта растайтын визуализациялық теорияға негізделген. Деректер үлгісінің сипаттамасы: кез келген есепте немесе мақалада үлгінің құрылымы нақты сипатталуы керек. Ішкі топтың талдауы негізгі талдау кезеңінде жүзеге асырылатын кезде іріктеу құрылымын және атап айтқанда кіші топтардың өлшемін дәл анықтау өте маңызды. Деректер үлгісінің сипаттамалары төмендегідей қарап шығуға болады. Маңызды айнымалылардың негізгі статистикасы, нүктелік сайттар, корреляция және қауымдастық кестелер. Жіктелуі болжамдары. Жіктелу екі сатылы процесс. Үлгіні тұрғызу, үлгіні пайдалану. Үлгіні тұрғызу алдын ала анықталған кластардың жиынтығы. Әрбір үлгі кортеж сыныптың белгілі бір атрибуты мен алдын ала анықталған сыныпқа жатады деп есептеледі. Модельді қарастыру үшін пайдаланылатын бірнеше топтамалар оқыту жиынтығы. Модель жіктеу ережелері, шешім ағаштары немесе математикалық формулалар түрінде ұсынылған. Үлгіні пайдалану, болашақ немесе белгісіз нысандарды жіктеу, үлгінің дәлдігін бағалау. Сынақ үлгісінің белгісіз үлгінің құпиялы нәтижесімен салыстырылады. Дәлдік үлгімен дұрыс жіктелетін сынақ үлгісінің пайызы. Сынақ жиынтығы жаттығу жиынынан тәуелді емес, әйтпесе қайта жабдықталатын болады. Жіктеу процесі, үлгіні тұрғызу. Жіктеу процесі болжамдарда үлгі тұрғызуды қолдану. Деректер базасын басқару жүйесі. Бұл қолданушыларға деректер базасын анықтауға, құруға және сүюге мүмкіндік беретін, сонымен бірге оған қадағаланатын рұқсатты беретін бағдарламалық қамтама. Деректер базасының базалық жүйесі қолданушының қолданбалы бағдарламалар және деректер базасымен өзара әрекеттесіп келесі мүмкіндіктерге ие. Деректер базасы анықтау әдеттер, деректер базасын анықтау тілі, DDL,
арқылы іске асырылады. DDL тілі қолданушыларға деректер типін және олардың құрылымын көрсету құралдарын, сонымен бірге деректер базасында сақталатын ақпараттар үшін шектеулер қою құралдарын ұсынады. Деректер базасына ақпарат қою, жаңарту, жою және басқа да амалдарды орындауға мүмкіндік береді. Әдетте бұл амалдар деректерді басқару тілі арқылы орындалады. Барлық деректер және олардың сипаттамалары үшін ортақтандырылған қойманың болуы DML тілінің сұраныстарды ұйымдастырудың жалпы құрал ретінде қолдануға мүмкіндік береді. Деректер базасына қолданылатын рұқсатты келесі құралдар арқылы пайдалануға береді. Бекітілмеген қолданушыларға деректер базасына рұқсат бермейтін қауіпсіздікті қадағалау жүйелері. Сақталатын деректердің өз-өзіне қайшы келмейтін күй-жай жағдайынан қамтамасыз ететін бүтіндікті сақтау жүйелері. Деректер базасына ортақ рұқсат беру үрдісін қадағалайтын қосымшалардың параллель жұмысын басқару жүйелері. Ақпараттық не бағдарламалық қамтаманың жұмыстан шығу нәтижесіндегі бұзылған деректер базасын алдыңғы қайшы келмеу жағдайына дейін қалпына келтіруге мүмкіндік беретін қалпына келтіру жүйелері. Деректер базасында сақталатын ақпараттардың сипаттамалары енгізілген қолданушылар үшін каталог. Қолданушыларға тек нақты қажетті деректерді ұсыну арқылы жұмысты жеңілдетумен бірге бейнелердің басқа да ерекшеліктері бар. Қосымша деңгейлі қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Бейнелер кейбір қолданушылардың деректердің кейбір мәліметтерін жасыру мақсатында құрылуы мүмкін. Мысалы, бөлімдердің іс жүргізушілері және есеп-қисап бөлімінің есептеу секторының қызметкерлеріне барлық қызметшілер мен олардың жалақылары туралы бейне құруға болады. Сонымен бірге деректерге басқа қолданушылардың мүмкіндігін шектеу мақсатында тағы бір, мысалы, жалақылар туралы ақпарат алып тасталған бейне құруға болады. Қорытынды деректерді талдау және басқару ұйымдарының табысты жұмыс істеуінің кілті. Бұл процесс деректерді жинау, өңдеу, талдау және интерпретациялаудың қамтиды. Деректерді тиімді басқарудың нәтижесінде ұйымдардың өздерінің операцияларын оңтайландырып, нарықтағы өзгерістерге жылдам жауап бере алады. Сонымен қатар, деректерді негізге ала отырып, ұйымдар клиенттердің қажеттіліктеріне жақсы түсініп, өнімдерін немесе қызметтерін жетілдіру мүмкіндігіне ие болады. Деректерді басқару мен талдау дағдылары қазіргі еңбек нарығында жоғары сұранысқа ие. Сондықтан бұл салада білім алу болашағыңыз үшін маңызды қадам.